Менің бір күнімнен влог, осылай үйде ішіміз пісіп кетті ма, әйтеуір құдайға шүкір менің сіңілім экзаменнен келді. Мына біз панкейк пісіріп жатырық. Азында қалғандан мен бір өзім болғандықтан пісіріп көріп едім, бірақ дұрыс шықпады. Енді мен солай сіңілім келген кезде пісірейін деп ойлап пісірдік. Ол дұрыс шықты, капец деп не істедік қой, наконец-то. Енді мен осылай влогым түсіріп, өзімше болып сөйлеп отырмын ғой. Бағанағы піскен панкейктерді жинап отырмын, кітайларды бөлек, үлкендерді бөлек деп, солай салыстырып отырмын. Ал анаяқта менің сіңілім картошкама бір бөлек қойып жатыр. Жоқ, картошка емес, панкейктің жартысын қуырып жатыр. Солай енді қазір біз одан кейін панкейкті жеп болғаннан кейін біз фри қуырамыз, фриімізді дайын, неміз де дайын, блини дегенде, блиниге ұқсаймын ана достар. Менің екінші панкейгім бұл блиниге ұқсайды, енді тура блинидің рецебі достар. Осылай, мынаны араластырып отырдым, ірік-шірік болып кетті ғанайшы. Мына біздің фриіміз де дайын болды. Осылай отырдық. Ана жақта мен өзімше болып сөйлеп жүрмін. Ана мен достар. Мен істеп жатырмын. Ауыш құсап, менің мойнымды қысып жатыр, өлтіргісі келген. Что-то осылай, лайк басып тіркеліп тұрмаса, қолдап кетейік достар. Мен 10 подписчикке жетуім керек. Осылай біздің бір күндік каникулымыздан влог бітейін деп қапты. Осылай үйде ішіміз пысқандықтан ба, әйтеуір құтырып жүр ғой осылай. Ал аяқта кока-кола, сола. Аяқтағы капецне ғой қағаздар. И аяқта біздің мысық. И далаға ашып қарасам, дала деген апа деп тұр. Аяқтағы мобилоктан бір күндік влог десек бош. Осылай, ән айтып отырмын аяқта мен аушып. Достар, ұнайса лайк басып тіркеліп ұтмаймыз. Аяқта біздің фриіміз дайын болды уже. Фри мен панкейкті араластырған соң бәрі ішім алып кетті. Көркесен бай-бай. Люблю. 4-ші сағатым болған достар. 10 подписчикке жетек, тіркеліп қолдап кетейік. Всем бай-бай.